неге еркектер өйтпейді, неге дамымайды, неге мен істей беруім керек? Ажырасу қазір шынымен Қазақстан бірінші орынға шықты десем өтірік емес, шынымен. Жақында ғана бір ерлі зайыпты келген жігіт, өте жақсы жігіт екен, ана келіншегі ажыраспаса екен деп жалынып тұр, соны әкеп тұр, сонда келіншегі ажырасам дейді. Сен ажырассаң не істейсің, ана балаларды не істейсің десем, алып кетемін дейді. Ол сенікі емес қой, ол күйеуіңдікі ғой, күйеуіңнің тегі ғой десем, жарайды, бере салам дейді. Сен ше деймін да, ол сенікі ғой деймін да. Ала салсын, бере салсын деген нәрсе жоқ. Сіздер уже ортақсыздар. Все бітті. Сондықтан біз ортақ болғанда ғана толыққанды құлшылық жасай алатын құлдар боламыз. Алла тағала бізді не үшін жаратты? Құлшылық қылсын деп. Мен жындар мен адамдар құлшылық қылсын деп жараттым. Алла тағала бізден басқа ештеңе сұрап тұрған жоқ. Құлшылық деген тек қана намаз, ораза, зекет емес. Құлшылық деген өстіп отырғандарыңыз, Алланың разылығын жолында келулеріңіз все болды. Бірақ осы жерге спокойно келіп, жарқын күліп, құлақтарыңыз ашылып, кең көкіректеріңіз кеңейіп отыру үшін сіздердің үйлеріңізде жолдастарыңыз бара ғой жаным деу керек қой, дұрыс па? Бара ғой демеген кеп отырғандарыңыз қазір точно не істеп отырсыздар? Уайымдап, дірілдеп, не болды? Мен осы үшін ұрыспай ма деп отырады, дұрыс па? Сондықтан біз екі жарты бір бүтін болып, жаңа құлшылықты толыққанды жасай алу үшін деймін менің жарым болу керек. Ал ол жар деген сөз всегда мені қолдайтын деген сөз емес. Екеуміз бірге бүкіл қиындықтарға төтеп беріп, қиындық пен қуанышты бірге бөлісетін адамдармыз деген сөзді. Мысалға қараңызшы, екеуміз үйлендік. Менің басыма бір қиындық келіп жатыр. Мысалға мен бала көтердім, такси көзім қиналып жатырмын. Бұл менің ғана қиындығым емес ол. Өйткені бала еркектікі. Все бітті, менің қиындығым бөлініп тұр ма? Бөлініп тұр. Күйеуімнің басына бір ақша жағынан проблема келіп жатыр делік, қарызға кіріп кетті. Ол не үшін істеп жатыр? Отбасымды бағам деп істеп жатыр. Дұрыс па? Қиындық бір өзінікі ма? Емес. Ол менімен бірге бөлісіп жатыр, өйткені ол уже мен де бармын ол жерде. Сондықтан біз екеуміз не істедік? Екі жарты бір бүтін болды. Бала туылады, мен ғана қуанам ба? Жоқ, өйткені оның баласы туылып жатыр. Сондықтан ортақ, бітті, ондай нәрсе жоқ. Екеуміз ажырап кеттік па? Все, бітті. Мен толыққанды құл емеспін мен. Мен құлшылығымды үйімде әйел болып, отырып, қалағанша жасап, күліп ойнап жүруім үшін менің жартым болу керек. Сондықтан ол жарты деген сөз қазір өте көп әйелдердің арасында бар да. Неге еркектер өйтпейді, неге дамымайды, неге мен істей беруім керек? Күтпесе сенен басталады ғой, ол істейді айтты. Всегда қозғаушы күш бұл әйел. Сен қозғаласың, сен дамайсың, осыларды істейсің, ол да дамиды. Сен бейшара болып жылап отырасың, жоқ, сен сөйтсе, сен бүйтсе, ол вообще төмендейді.